Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, әдемі және де тез дайындалатын осындай салатный торт жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге морковь, колбаса, картоп, жұмыртқа және де осындай қияр қажет болады. Қиярды осылай арнайы кескіштен кесіп аламыз. Және де картоп пен морковьті алдын ала суға пісіріп аламыз. Және де жұмыртқаны. Картопымызды осылай жай-жаймен ең төменгі бөлігіне салатын боламыз. Ортасына бокал қойып қоямыз, соңынан алғанда өте әдемі болып тұрады. Тұзды және де майонезді кезекпен кезек жағып отыратын боламыз. Бетіне қойып жатқан уақытта кезекпен кезек басып қойсаңыздар үрпиіп кетпейтін болады. Енді бетіне колбасаны осылай тағы да жай-жаймен салып шығамыз. Енді бізде соңғы бөлігі жұмыртқа қалды. Майонезді көп салғандарыңыз жақсы. Мынадай қиярмен барлық жерін дөңгелек қылып шықсаңыздар да өте әдемі болады. Осылай жұмыртқаның да бетін басып, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Бокалды жайлап аламыз, бұзып алмауымыз керек. Және де қиярларымызды әдемі ретпен қойып шығатын боламыз осылай. Міне, дайын болды. Жан-жақтарын дұрыстап жібереміз және де ортасына өзіміз қалаған оформление жасайтын боламыз. Өте дәмді және тез дайындалады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де ертең нан илеу деген керемет видеомыз шығатын болады. Оны жіберіп алмау үшін колокольчик басып қойыңыздар.